Бүгінде өңіріміздің барлық аудандарында билер кеңесі құрылып, өз жұмысын бастап кетті. Жаңақорғанда да бұл жұмыс жүйелі жолға қойылған. Бұрынғының билері салған сара жолды жаңғыртқан кеңес жергілікті тұрғындар арасындағы дауларды дәстүрлі жолмен шешіп, тараптар татуластыруды көздейді. Билер кеңесінің ауданда құрылғанына көп уақыт болмаса да бітімгершілікке қол жеткізу тұрғысында шешімін тапқан біршама нәтиже бар. Биыл 24 қылмыстық іс медиация тәртібімен шешілсе, неке бұзу бойынша 13 арыз билер кеңесі арқылы тоқтатылған. Мәселе мына ерлі зайыптылар заңды некені бұзу жөнінде сотқа арызданыпты. Билер кеңесінің көмегімен қос тарап татуласты, отбасы сақталды. Талап бойынша Маржан Қыдырбайқызы Қалықбергенова жауапкер Нұрсұлтан Ыдырысұлы Шерехановпен татуласуына байланысты некені бұзу туралы талап бойынан бас тартады. Жауапкер Нұрсұлтан Ыдырысұлы Шереханов талап бойынша Маржан Қыдырбайқызы Қалықбергеновамен татуласып, жанұяны сақтап қалатыны жайлы 2019 жылы 5 қыркүйекте жасалған татуласу келісімі бекітілсін. Мамандардың айтуынша қазіргі таңда қит етсе бірін-бірі сотқа сүйрейтіндер көп. Сондықтан ел ішіндегі кейбір кикілжің дау-дамайларды сотқа жеткізбей шешуге билер кеңесінің ықпалы зор. Оның құрамында сан саланың майталмандары бар. Орамды ойын кесімді пікірімен жеткізіп, аталы сөз айтылатын дуалы ауыз тұлғалар мәселені сотқа жеткізбеуге күш-жігерін салады. Тараптар арасында татулықты үндеу негізгі міндет. Жаңақорған әкімдігі жанынан құрылған билер кеңесі өз деңгейінде жұмыс істеуде. Билер кеңесінің жұмысы бойынша, азаматтық істер бойынша да және қылмыстық істер бойынша да сотқа дейінгі істер өз шешімін табуы да жақсы. Және де осы Жаңақорған ауданы бойынша ауылдық округтерде де құрылған, оның құрамында 3 мүшеден құралған және аудан әкімдігі жанынан құрылған бойынша 5 билер кеңесінің мүшесі құрылған. Сотқа дейін жібермей, өзі татуластыру, әсіресе мынау жас отбасылардың ажырасуы, ертең бала жетім болмасын, әйел жесір болмасын. Қазір жесір еркектер деген де бар. Осы нәрселердің бәріне қандай да бір көмек болса деген. Сосын жер дауы бар, басқа да бір қарыз беріп, қарызын аламай жүрген даулар бар. Осы нәрселерді сол шақырып, екі жақты түсіндіріп, ұялтып, осы мәселелерді шештіруге жұмыс жасайтын бұл орган болып тұр. Басқосуда облыстық билер кеңесінің төрағасы Зейнолла Нұрсейітов алдағы уақытта да дауларды соттан тыс реттеуге, қоғамдағы тұрақтылықты сақтауға ықпал ететінін жеткізді. Шараға қатысушылар кеңес мүшелерімен пікір алмасып, бірқатар ұсыныстарын айтты. Еламан Жаматов, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан.